billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Расымен де барлық мақтау Аллах Тағаладан. Жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқтығына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның құлы әрі елшісі екендігіне барлығымыз куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымыздың отбасына, әулетіне, сахабаларына, достарына, мінекей оның жолымен ихсанмен ерген үмметі Мұхаммедке Алла Тағаланың бақытын, берекесін, сәттіліктерін, бүкіл жақсылықтарын тілейміз. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Алла Тағала баршамызға құрбан айт мерекесі құтты болсын. Алла Тағалам осы күннің құрметіне баршаңызға не тілектеріңіз болса хайырлысымен нәсіп етсін. Қандайда бір қиыншылықтарыңыз болса, қиыншылықтарыңызды тез арада кеткізсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис құдсида айтқандай: "Ваджабат махаббати ал-мутахаббина фия вал-мутажалисина фия вал-мутанасихина фия вал-мутазабирина фия" деп айтады. Алла үшін бір-бірін жақсы көргендер, Алла үшін ешқандай бір жақсылық немесе бір пайда ондай нәрсе емес. Алла үшін бір-бірін жақсы көргендер, Алла үшін бас қосқандар. Мына жерге не үшін келіп отырмыз? Алла үшін бас қосып отырмыз деп. Бір қана себебіміз бар. Алла үшін болды. Алла үшін бас қосқандар, Алла үшін бір-біріне насихатшыл болғандар. Сүрініп қалу мүмкін адам, қате жасап қою мүмкін. Күллі бәни Адам хаттаун дейді пайғамбарымыз. Адам баласының баршасы қате жасаушы дейді. Қате жасаушы. Ва хайрул хаттаин тәуабун дейді. Олардың ең жақсылары, қателік жасаушылар, ең жақсылары тәубе еткендері дейді. Сондықтан адам баласы болғандықтан қандайда бір күнәға немесе бір қателіктерге жолығып қалатын сәттеріміз болады. Сол кезде Алла ризалығы үшін бір-біріне насихатшыл болғандар, қараңыздар, үстінен күлу емес, немесе біреуге айыбын айту емес, бар өзіне насихат жасайсыз Алла ризалығы үшін. Кейін Алла үшін бір-бірін зиярат жасағандар. Алла үшін бір-бірін зиярат жасағандар, Алла үшін бір-бірін жақсы көргендер, Алла үшін бас қосқандар, Алла үшін бір-біріне насихатшы болғандарға пайғамбарымыз айтады, жәннат уәжіп болды дейді. Хадис құдсиде. Қараңыздар, Алла Тағала баршамызға осындай жақсы амалдардың қатарына қосу нәсіп етсін. Мынау бүгін құрбан айт мейрамы. Білесіздер, құрбандық шалу деген Ибрахим пайғамбардан келе жатқан бір рәсім. Ибрахим пайғамбар, бұл Ибрахим пайғамбардың негізі сыналған амалы еді. Қараңыздар, пайғамбарлар қандай нәрсемен сыналып атқан Алла Тағала өзі қазір Құран-ы Кәрімде баяндап жақсылап түсіндіріп береді. Ибрахим пайғамбар, өздеріңіз білесіздер, оның қауымы қаншама жылдан оны өтірікшіге шығарады. Ең соңында Ибрахим пайғамбарды үлкен бір жаңағындай шұқыр қазып, от жағып, сол отқа өздері жолай алмай рогаткімен лақтырады Ибрахим пайғамбарды. Сол оттан Алланың сәттілігімен аман есен шығып, бір өзі кетіп баратқан кезде Ибрахим пайғамбар Қала Саффат сүресінде келеді. Қала инни захибун иля Rabbi. Мен Раббымға қарай хижрат жасаймын дейді. Қараңыздар. Саяхдини, Раббым маған тура жолды көрсетер дейді. Ешкім
айналасында иман келтірген ешкім жоқ. Сол кезде Мысырға қарай хижрат жасап кетіп баратқан кезде Робби хабли минас салихин деп дұға жасайды. Раббым маған салиқалы ұрпақтан сыйлашы дейді. Қараңыздар, айналамда ешкім маған иман келтірген жоқ. Осы маған аманатты ұстана алатын, саған бойсунатын екеуміз. Осындай бір салиқалы ұрпақты өз белімнен шығаршы дейді Ибрахим пайғамбар. Бұл жерде екі ғибрат бар. Ибрахим пайғамбар 87 жасына дейін баласы болған емес. Тәпсір кітаптарда өйстіп айтады. 87 жасқа дейін баласыздықпен сыналған. Қараңдар, пайғамбарлар, екі ғибрат бар бізге. Ұрпақ сұраған кезде саныны емес, ұл болсын, қыз болсын деп емес, сапасын сұрау бірінші. Екіншісі, ұрпақ кешіккен кезде сабыр ете білу. Үшіншісі, сіз оны не үшін сұрап жатсыз? Сол мәселе, үлкен мәселе. Ибрахим пайғамбар не үшін сұрап жатыр? Аманатты тапсырып кетуге сұрап жатыр. Раббым, шет айналамда аманатты ұстана алатын, саған бойсунатын, салиқалы бір ұрпақты өз белімнен шығаршы дейді. Қараңыздар. Сол Мысырға кетіп баратқан кезде Сара анамызды кездестіріп қалады. Сара анамызбен үйленеді. Мысырға барады. Мысырдың патшасы, имам Бухаридің хадисінде сондай бір хадис келген. Бір залым патша болады, үстемшіл патша. Ол Сара анамыз хадисте келгенде өте сұлу болған екен. Ана патшаның бір жаман қылығы бар екен. Жақсы әйел көрсе, алып келіңдер дейді екен. Ол күйеуі бар ма, жоқ па, қызық емес ол. Сөйтіп олар Сара анамызбен Ибрахим пайғамбар Мысырға барады. Жаңағы патшаның құлағына жетеді. Осындай Ибрахим деген кісі келген, әйел өте сұлу екен. Алып келіңдер маған дейді. Патша айтады. Сол кезде Ибрахим пайғамбар бірінші барады. Кім ол? Ибрахим пайғамбар ол патшаға айтады, ол менің қарындасым дейді. Ол патшаның сондай бір әдеті бар екен, қарындасым дегендерге тиіспе деген хадисте солай келеді. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар жібереді. Ибрахим пайғамбар Сара анамызға айтады, сен оның қарындасымын деп айтты. Өйткені мен оған сөйтіп айттым. Негізінде өтірікші емеспіз, өйткені біз иманда аға қарындас секілдіміз. Иннамал муъминуна ихва деп айтады ғой Құранда. Мүминдер бір-бірімен бауыр. Біз иманда мен сенің ағаң болам, сен менің қарындасым, яғни бауырым боласың. Сөйтіп айт, маған теріс айта қалма. Сара анамыз барады, мен оның қарындасым деп жаңа дәретін алып дұға жасап отырған кезде қараңыздаршы, мынау қандай қарапайым бұл. Робби дұға жасайды. Раббым, ин кунту аманту биллахи. Раббым, мен саған иман келтіргендерден болсам, ва хафизту фарджи, және де ұятты мүшемді қорғағандардан болсам, ва ла тусаллит алайял кафира. Мына залым патшаны маған үстемшіл қылмашы дейді. Қараңыздар. Сол дұғашын жасайды. Ана патша келе жатыр, аяғы байлап құлайды екен, аяғы өзіне бойсунбай. Бірден құлайды. Аяғына аяқ бойсунбай қалады. Сөйтіп, әйелі тағы дұға жасайды. Я Раббым, қазір мынау құлап қалды. Егер сен осындай күйде қалдырсаң, кейін жала жабады маған. Мынау Ибрахимнің жаңағы қарындасы өлтіріп кеспе деген нәрсе болады. Дейді, ана қайтадан тұрады. Қайтадан келеткен кезде қайтадан дұға жасайды. Қайтадан жаңағыдай аяғы байланып түсе қалады. Сол нәрсе 3 рет қайталанады. Ең соңында жаңа патша айтады, жаңа көмекшілер шақырып, маған кімді алып келдіңдер? Сендер маған бір шайтанды алып келдіңдер ғой. Бар, әкетіңдер деп қасына Хажар анамызды қосып жібереді ғой, қараңыз. Қызметші ретінде. Сөйтіп Сара анамыз Ибрахим пайғамбарға осы нәрсені айтып жатыр. Қалай ойлайсың дейді. Алла тағала кәпірді абыржытқаны жетпеді, қасына бір қызметшіні қосып жіберді ғой. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар дұға жасады. Раббым маған салиқалылардан сыйлашы деді, бірақ дұғаның уақыты келмей жатыр. Сабырлық. Сөйтіп Сара анамыз айтады, мен саған бала туып бере алмадым, сен Хажарға үйлен дейді. Хажар анамызға некелеседі. Сөйтіп Хажар анамызға некелескеннен кейін
İsmail пайғамбар дүниеге келеді. Қараңыздар, Ismail пайғамбар. Ismail пайғамбар дүниеге келеді, тілі сондай тәтті, жаңағындай тілі шығып келе жатыр, сондай бойсұнғыш әкесіне, қылықтары тәтті. Білесіздер енді, 1,5-2 жастағы балдар қалай болады мысалға. Сүтеміп жүр. Ибрахим пайғамбарға уахи түседі, Алла тағала Меккені тірілтуді қалайды. Ол кезде Мекке шөп өспейтін, құс қонбайтын, мүлдем тіршілік жоқ жер болып. Алла тағала сол Меккені тірілтуді қалайды да, Ибрахим пайғамбарға Хаджар мен Исмайлы сол жаққа апарып тастайсың дейді. Қараңыздар, бұйырып кетті. Қандай бұйырып та бұлар, қандай. Алла тағала өзі басты аятта айтқандай, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ مِنْهُ дейді. Қараңыздар, біз Ибрахимді бір емес, бірнеше емтихандардан өткіздік дейді. Бір емес, біздің өміріміздегі емтихандардың барлығын қоссақ, түк емес те оның қасында. Бір емес, бірнеше емтихандан өткіздік. Қараңыздар, бағасын қалай беріп отыр. فَأَتَمَّهُنَّ дейді. Барлығын кемеліне жеткізіп орындап берді ғой дейді Ибрахим. Барлығыны кемелді түрде емтихандан өтіп берді дейді. Алла тағала Меккеге апарып таста дейді. Исмаил емшектегі бала. Әйелмен балаңды апарып таста, сосын қайт дейді болды. Мекке құс ұшпайтын, шөп шықпайтын жер. Тіршілік мүлдем жоқ. Барады. Жиналыңдар. Жолға аттанамыз. Жолда маған көп сұрақ қоя бермейді, Ибрахим пайғамбар айтып отыр. Меккеге барады, тастайды, қайтады. Қайтып кетіп баратқан кезде мына дұғаны жасайды. Ибрахим сүресінде келген Астағфируллах, Раббана, Раббымыз отбасының атынан жасап жатыр. Ибрахим пайғамбар өзі кетіп барады, бір өзі, үн жоқ. Қараңыздар, адамның көңілі қандай болып жатыр да? Әйелі мен емшектегі баласын тіршілікте мүлдем ешқандай тіршілік жоқ жерге тастап кетіп барады. Аллаға тәуекел да қандай. Аллаға иман деген осы екен ғой. Біз Алланы дұрыс тани алмаймыз да, одан кейін Алланы дұрыс танымағаннан кейін Алланың емтиханына көбінесе наразылық жасап қоя береміз. Алланың тағдырына, Алланың емтиханына Алланы дұрыс танымағандығымыздан көбінесе біз оған наразылық танытамыз да. Ал Ибрахимді қараңыз қандай. Қайт деді, болды, кетіп барады. Мына дұғаны айтып. Раббана, Раббымыз, инни асканту мин зуррияти. Мен ұрпағымның бір бөлігін осы жерге тастап кетіп бара жатырмын. Бивадин гайри зи зар'ин, ешқандай шөп шықпайтын, құс ұшпайтын, бірақ инда байтикал мухаррам дейді. Бірақ ол қасиетті Каабаның орны ғой дейді. Қараңыздар. Қандай жабысып жатыр Алла тағала. Ешқандай Алла тағалада осы қасиетті Каабаны таңдап жатқан кезде бір осындай нәрсені таңдаған екен ғой. Біз болсақ мысалға бір жақсы жерлер таңдап аламыз ғой, таулы, су бар, көк дегендей.